Сәлем достар, бүгін біз қызықты сұраққа жауап бергелі отырмыз. Адам деген кім? Антикалық дәуірде және қазіргі цифрлық дәуірде бұл сұраққа қалай жауап береміз? Антикалық дәуірде Аристотель адамды ақылды жануар деп айтқан. Яғни басқа тіршіліктерден біздің ойлау қабілетіміз ерекшеленеді. Ол кезде адамның маңызды қасиеті білім, ақыл және пайым еді. Ал қазіргі мен жалпы ойымша, қазіргі адамдарға тек ақылмен ғана ол жеткіліксіз деп ойлаймын. Өйткені қазіргі заманда адамда интернет, әлеуметтік желі, цифрлық адам, жалпы қазір адамдарды смартфонсыз елестету почти мүмкін емес. Сол секілді интернет арқылы профиль, сол сияқты заттарды дамыту бірге жүреді адаммен бірге. Бірақ бұл жерде қауіп бар, себебі антикалық заманда адам рухани табиғатқа және ділмен және жанмен қоғамда байланысқан. Ол қазіргі адаммен салыстырғанда қазіргі адамдар интернетпен және смартфондармен, гаджеттармен өз өмірін жоқ сияқты көреді. Өте жақсы пікір айтыңдар. Сендердің ойларыңша шынайы адам деген кім? Менің ойымша шынайы адам деген ізденетін, ойлау білетін адам. Егер сен тек телефон қарап, ізденбей, сұрақ қоймай өз-өзіне сұрақ қоймай жүре беретін болсаң, бұл өмір дұрыс өмір емес. Ал менің ойымша қазіргі нағыз жалпы адам болу үшін жылу және басқа адамдарға көмектесу, мейірімділікті жоғалтпау қажет, адамгершілікті жоғалтпау қажет. Менің ойымша солай. Менің ойымша қоса кететінмін, адам өзін рухани сақтау керек, құндылықтарын, және мен қоса кететінмін, адам өзін рухани құндылықтарын біліп жүру қажет, және де ол өзін жек қана гаджеттармен емес, адаммен негізі қазіргі адамдарда социофобия көбірек қалыптасқан, оны жеңу қажет деп ойлаймын, және де оны жеңе алатын көптеген мамандар да бар. Және де оған көмектесетін жақындарымен көп араласа білу керек. Айта кететінім, өзінің рухани құндылықтарын сақтап, және де тек қана өзіне сенбей, басқа адамдардың қолдауымен де жүре білу қажет. Пікірлермен толықтай келісемін. Антикалық дәуірде адамды ақылды жануар десе, цифрлық дәуірде цифрлық дәуірдің иесі деп айтады. Қорытындылай келе, біз бүгін адамның әр кездегі сипаттамасына жауап берген болатынбыз. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін біздің подкастымызда мен ведущий Есмағамбет Абзал және біздің бүгінгі құрметті қонақтарымыз ол Болат Қизат және Амирхан Алясау. Ал бүгінгі біздің подкастта талқыланатын тақырыбымыз ол көнеден келе жатқан тақырып. Ол дегеніміз әр адам аспанға қарап бірде рет болсын бұл ғаламда біз жалғызбыз ба деген сұрақ қойылады. Ол сұрақ көнеден философиядан басталып, қазіргі астрофизикаға дейін талқыланып келе жатыр. Бүгінгі подкастымызда сол тақырыпты алып ортаға сұхбаттасуға саламыз. Ал сөзімізді қонақтарымызға берсек. Менің ойымша бізден де басқа тіршілік көздері бар. Себебі біз ғарышты толықтай меңгерген жоқпыз. Біздің қазіргі технологияларымыз ғарышты анықтап зерттеуге әлі келмейді. Біз ғарыш туралы 1% да білмейміз. Сондықтан біз өмір жоқ екенін дәлелдей алмаймыз. Бірақ көптеген ғалымдардың айтылған сөздеріне қарайтын болсақ, бізден де басқа өмір бар. Себебі ғарыштағы басқа планеталарда мұз түйіршіктерін, суды және де атмосфераны тауып жатыр. Сондықтан, мысалға алысқа кетпесек, ол бізде ең жақын планета Марс болып табылады. Сол Марста марсоходтар мұз түйіршіктерін тапқан.
сондықтан менің ойымша мұз бар жерде су бар жерде өмір бар. Сондықтан менің ойым, біз бұл әлемде біреуіміз емеспіз. Жақсы, сіздің ойыңызды тыңдадық. Ал енді мен айта кетсем, кейбір ғалымдар қазіргіде бізден тыс жанның пайда болу ықтималдығы өте төмен деп айтады. Бірақтан да бұл ғалам үлкендігіне байланысты ол мүмкін деп айтады. Оған сіздің ойыңызды білсек. Менің ойымша, бұл ғаламда адамзаттан басқа ешқандай тіршілік көзі жоқ. Себебі Ферми парадоксын алатын болсақ, Ферми парадоксында адамдар басқа өркениет бар болғанса неге ол туралы білмейді, неге олар біз туралы білмейді. Және де тағы да айта кететін болсақ, су бар жерде өмір бар дейді. Бірақ олай айтатын болсақ, қанша планеталар бар, су болды, кислород болды, бірақ ол жерде тіршілік көзі байқалмады. Сондықтан осы ғалымда тек қана адамдар тіршілік көзі деп санаймын. Тағы да факторды айтатын болсам, уақыт факторы деген болар. Ол үлкен жарылыс кезі, мысалы 14 миллиард жыл бұрын үлкен жарылыс болды. Солай ғалымдар галактикалар және планеталар, жұлдыздар пайда болды. Ал күн жүйесі болса 4 миллиард жыл бұрын пайда болды. Сондықтан бізге дейін да басқа тіршілік көздері жоқ болуы мүмкін болған деп ойлаймын. Немесе бізден кейін де пайда болған шығар деп ойлаймын. Бұл сіздің ойыңызды тыңдадық. Ал енді сізге келіп тоқталсақ, сіздің сөздеріңізге қандай дәлел келтіре аласыз? Мен өзім сөздеріме дәлелді НАСАның официалды парағынан келтіре аламын. Себебі НАСАның официалды парағында, Инстаграмда және де өздерінің сайттарында әр апта сайын маршруттардың жасаған бейнелерін және де видеоларын көре аламыз. Ол жерде маршруттың жерде жатқан көптеген мұз түйіршіктерін тауып жатыр. Сонымен қатар Марста да өмір болуы мүмкін, бірақ ол өмір өз аяғына жеткен екенін де көруге болады. Мысалға, көне архитектуралық құрылымдардың келбеттері келіп тұрады арасында, Марстың үлкен дюналарында. Сондықтан да менің сүйеніп отқан ақпаратыма қарасақ, ол официалды түрде жариялап отқан НАСАның парақшасы. Ал енді бүгін біздің қонақтарымыздың ойларын тыңдадық. Ал енді қорыта келетін болсақ, бұл сұрақ бізге дейін де сұхбаттасып келіп, ғалымдардың арасында сұхбаттасып жатыр және ары қарай да. Ал біз өз ойымызды айтып, не қылдық. Енді бүгінгі әңгімеміз осымен аяқталды. Ал енді келесі көріскенше.